Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге қанның қоюлану себептері мен белгілері туралы қысқаша бөлісемін. Менің қазақ тілі каналымды қолдап тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Қанның қоюлануы қандай дерттен дерек береді? Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, бұл иммунитеттегі қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капилляларға ену қиын. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульттың пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері білініп, басталысымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып, емдік шараларды бастау қажет. Қанның қоюлану себептері қандай? Сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-нан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек. Оның дұрыс құрылымы болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Екіншіден, ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқыл тағамдар көп болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, қанның қоюлануымен бірге қышқылдануы орын алады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі. Ауруы сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылануымен бірге жүретін қызыл қан жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану. Ағзаны ауыр металдармен улау. Күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерде жиналуы мүмкін. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденген. Көру және есту қабілетінің нашарлауы. Қан мен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қандайдауы қиын болғандықтан адамда артемия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады. Аяқ қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ қолдардың ұю сезіммен бірге жүреді. Бұл қанның капилляларға жақсы тамбағанынан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетіспегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану. Алаңдаушылық сезімнің туындауы. Жаны жай таппай, үнемі алаңдап отырады. Бұлшықеттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауыру. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Қанның қоюлануының тағы бір себептері дұрыс тамақтанбау. Қандағы жаман холестериннің шамадан тыс мөлшері. Бұл қанды қоюлатып қана қоймай, қан тамырларының қабырғаларын зақымдауы мүмкін. Құрамында көп мөлшерде май мен крахмалы бар тағамдарды қолдану. Бауыр функциясының бұзылуы. Бұл қан плазмасының өзгеруіне әкеледі. Аурудың алдын алу және емделу жолдары. Қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу. Егер қан жасушаларының
саны жоғары болса, онда қан қоюланды деген сөз. Науқастың шағымына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындайды.